Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұхтарам жамағат, Алла тағала құптан намазын оқу ниеттеріңізбен келген қадамдарыңызға жақсылықтан жазсын. Екінші бір қадамдарымызға Алла тағала бенделікпен біліп білмей істеген қате кемшілік күнәларымызды Алла тағала кешірген болсын иншалла. Бүгінгі сіздермен бөліскелі отырған уағызымыздың тақырыбы ол Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі аз-зохир деген Алла тағаланың есімі турасында. Жалпы Алла тағаланың аз-зохир есіміне тоқталмас бұрын сол валиллахил асмаул хусна, Алланың көркем есімдері бар деген аяттың түсу себебіне тоқталып өтсек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан хадис келеді: аннал мушрикина сами'ул муслимина ядауна Аллаху марратан. Мүшриктер мұсылмандардың дұға қылып жатқандарын естіді дейді. Олар Алла деп дұға қылады. Я Алла деп дұға қылып жатқандарын естетін дейді. Бір кездерінде Ар-Рахман және екінші рет Ар-Рахман деген естіді. Үшінші рет Әл-Қадир деген Алла тағаланың сонда әртүрлі есім сипаттар мұсылмандар айтып дұға қылған мүшриктер естіп былай деп айтты: фақалу аянхана Мухаммад анил аснами ва хуа ядау алихатан касира. Мұхаммад бізді көп құдайшылдықтан тыяды да өздері бірнеше құдайға табынып жатыр ғой деп айтты мүшриктер. Мысалы, олардың сол кезге дейін Лат, Узза, Манат деген жаңағы үлкен жаңағыдай өздері ойдан жасаған құдайлары бар еді, пұттары бар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соларға олардың барлығы әшейін тас екендіктерін түсіндіріп жатқан еді. Бұлар мүшриктер мұсылмандардың жаңағы Рахман, Рахим деп Алла тағаланың көркем есімдерін айтып дұға қылғандарын естіген кезінде мүшриктер айтты сонда: Мұхаммад бізді неше пұттарға табынуымызға тоқтататты, өзі бірнеше құдайға табынып жатыр ғой деп айтты. Сонда Алла тағала мына аятты түсірді. Араф сүресінің 180 аяты: валиллахил асмаул хусна фад'уху биха. Алланың ең көркем есімдері Аллаға тән деді. Ең көркем есім Аллаға тән, сол есімдер арқылы Аллаға жалбарыңдар деді. Сол есімдер арқылы Аллаға жалбарыңдар деп Алла тағала аят түсірді. Яғни, және де пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның мына бір хадисі бар. Ан Аби Хурайра радиаллаху та'ала анху қал: қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз былай дейді: инна лиллахи тис'ату ва тис'ина исман ман ахсаха дахалал джанна. Алла тағаланың 99 есімі бар дейді. Сол арқылы соны кім жаттаса, мағынасына амал қылса, жәннатқа кіреді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Алла тағаланың 99 есімі бар. Кім соны жаттаса, мағынасына амал қылса, ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннатқа кіреді деді. Енді ғалымдар айтады, егерде бір адам мағынасын түсінбей жаттаса, ол адамда иншалла осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы хадисінің мағынасына кіреді, иншалла ол адамда иншалла жәннатқа кіретіндердің қатарына болады дейді. Алла тағаланың 99 есімін жаттау баршамызға нәсіп етсін. Енді Алла тағаланың сол 99 есімдерінің бірі аз-зохир. Бұл араб тілдік мағынасында, мысалы араб тілі шариғатта сондай, бірінші арабтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейінге дейін осы сөзді қолданған болады да, пайғамбарымыз келгеннен кейін ол басқа мағынада қолданды. Мысалы, намаз деген, ас-сола деген арабтар пайғамбарымыз келгенге дейін ол сөзді қолданды. Ол сөзді дұға ретінде қолданды олар. Дұға деген мағынада қолданды. Ал ислам келгеннен кейін ас-сола деген, намаз деген ол кәдімгі бір құлшылық болды. Исламның бір тірегі болды. Сол сияқты аз-зохир деген араб тілінде зухур деген түп сөзден шығады. Ол
көрінбейтін бір нәрсенің көріне бастауын айтады. Көріне бастау дейді. Екінші бір мағынасы бар, ол үстем түсу деген мағынасы бар. Алла Тағала Құран кәрімде фа асбаху зохирин деді. Олар үстем түсті деді дұшпандарына. Енді зохир дегеннің антоним сөзі ол батин, көмес, жасырын деген. Барлық мысалы ақ, қара деген сияқты антоним сөздер бар ғой. Алла Тағаланың осы есім сипатының екеуі де Алла Тағалаға сипат болып есептелінеді. Біреуі жаңағы айқын деген болса, зохир деген. Екіншісі көмес. Ол да Алланың есім сипаттарынан. Енді арабтар бұны және де зухур дегенді көлік деген мағынада да қолданды. Хадисте келеді: Ма назала минал Qur'ани аятун илля лаха зохрун ва батнун. Құранда Алла Тағала түсірген аяттардың екі мағынасы бар деді. Оның сыртқы мағынасы бар, және ішкі мағынасы бар деді. Ғалымдар айтады, сыртқы мағынасы деген Құранның сол келген сөздері, сол сыртқы мағынасы деді. Батын деген Құранның тәуілі, астыртын мағынасы сол Құранның ішкі мағынасы деді. Енді зохир бұл Алла Тағалаға тән есім сипат екенін Құранмен, хадиспен дәлелдеп кетеміз. Әр нәрсе айтқан кезінде шариғатта Құраннан не хадистен дәлел болу керек. Шын мәнінде Алла Тағаланың сипаттарына тән болған кезінде имам Ашари Матуриди Ахлу Суннаның ұстанымы бойынша ол хадис, мутаватир хадис болу керек, хадис болу үшін. Сондай Алла Тағала Құран кәрімде Хадид сүресінде Астағуду билла хуал аувалу вал ахир вал захиру вал батин ва хуа бикулли шейин алим деді. Алла алғашқы деді. Алладан өзге ешнәрсе болған жоқ, Алла болды. Кән Аллаху ва лам якун шейун гойру. Алла болды. Басқа ештеңке болған жоқ. Аршта болған жоқ, курсида болған жоқ, ештеңке болған жоқ. Алла Тағала арш жоқ кезінде де ол Алла еді, ешнәрсеге мұқтаж болған жоқ. Ва хуал ахир. Алла Тағала соңғы деді, соңғы. Хадисте келеді. Қияметте сүр үрленеді. Сүрді үрлейтін Исрафил деген періште. Исрафил періште сүрді үрлеген кезінде бүткіл жануардың бәрі өледі. Тек қана Исрафил қалады, Азраил қалады, және де Алла Тағала қалады. Алла Тағала біліп тұрып жан алушы періштеден сұрайды. Кім қалды дейді. Мен және өзің Алла, және де сүр үрлеген періште Исрафил қалды дейді. Исрафилдің жанын ал дейді. Исрафилдің де жанын алады. Алла Мәләкүл Маут өзінің де жанын алады. Сөйтіп Алла Тағала айтады, кім қалды дейді. Кәні сендердің маған қосқан серіктерің қайда дейді. Лиманил мүлк дейді. Мына мүліктің бәрі кімдікі дейді. Кім иесі дейді. Ол Алла әрине. Яғни Алладан басқа ешкім қалмайды. Сондай бір заман болады. Және де Алла Тағала зохир, айқын Алла Тағала. Және де батин. Алла Тағала көмес, әрбір нәрсені жақсы біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде Аллахумма антал аувалу фалейса қаблака шей. Аллахым сен алғашқысың деді. Сенің алдында ешнәрсе болған жоқ. Ештеңке болған жоқ деді Алла Тағала. Және де ва антал ахиру фалейса ба'дака шей. Және сен соңғысың, сенен өзге ешкім болмайды деді. Ва антал захиру фалейса фауқака шей. Сен айқынсың, сенен айқын ештеңке жоқ деді пайғамбарымыз. Ва антал батин фалейса дунака шей. Және де сен көмес, сенен көмес ештеңке жоқ деді. Но бұл хадистен, Құраннан аят. Алла Тағала яғни зохир деген сипаты, Алла Тағаланың зохир деген есімі бар екеніне Құранның сол Хадид сүресі болса, екінші мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі дәлел болады. Енді бұл зохир сөзін ғалымдар
ибн Жарир Табари рахимахулла айтады: "Ва зохир аля кулли шейин дунаху ва хувал али фауқа кулли шейин, фала шейун а'ла минху." Алла тағала барлық нәрседен айқын, ашық, одан айқын ештеңке жоқ дейді. Ғалымдар ибн Жарир Табари осылай түсіндірме береді. Және де екінші бір түсіндірмесі аз-зохир ай ғалиб дейді. Ол зохир дегені, айқын дегені, ол үстем деген мағынаны білдіреді. Алладан үстем ештеңке жоқ. Әй ғалибан ли халқихи, Алла тағала өзінің жаратылғандарына үстем. Қаншама біз не істесек те, ол Алла тағаладан үстем бола алмаймыз. Фаалун лима юрид, Алланың ғана қалағаны болады. Алладан басқа ешкімнің қалауы жүрмейді. Оның Алланың ғана қалауы өтеді. Алла тағала Құран кәрімде: "Валлаху ғалибун аля амрихи, валакинна аксаран наси ла я'ламун." Алла тағала өзінің ісінде үстем. Шын мәнінде көп адамдар оны біле бермейді деді. Бір нәрсе болып қалса, неге мен болмай қалды деп күйінеміз, ашынамыз. Бірақ ол Алланың қалауы болды жерде. Сіздің қалауыңыз болған жоқ. "Ва ташауна илля ан яша Аллаху раббул аламин." Сіздер қанша қаласаңыздар, қалаңыздар, бірақ Алланың ғана қалауы болады. Екінші және бір мағынасы зохир ай алим бима зохар. Айқын деген осы көрінген нәрсенің барлығын білуші деген мағынаны білдіреді. Алла тағала барлық нәрсені. Валлаху ғалибун би қуватихи. Алла тағала өзінің қуатымен, күшімен ол үстем. Ва мутталиун би илмихи. Мутталиун би илмихи. Өзінің іліммен Алла тағала барлық нәрсені біледі. Енді және де зохир дегеннің және бір сипаты әй мутаджалли би анварихи ва хидаятихи ва аятихи. Алла тағала өзінің тура жолмен, белгілерімен айқын көрініп тұрады. Сол себепті ғалымдар айтады: "Махма тахаддаста анилла ва сифатилла ла я'рифулла иллаллах." Қаншама адамдар Алла тағаланың сипаттары турысында әңгіме қылса да, ол Алла тағаланы өзі ғана өзін дұрыс біледі. Басқа ешкім Алла тағаланы толық біле алмайды. Сол себепті біз шамамыз жеткенше Алла тағалаға өзінің сипаттарымен дұрыс тануымыз керек иншалла.